Қазақстан Республикасының құрметті журналисті Балтабай Ғалия Құсайынқызының өмір шыңы атты жаңа кітабының электронды нұсқасы жарық көрді. Аталмыш еңбек автордың өз архивінде сақталып қалған қолжазбалардан туындаған құнды дүние. Отандық журналистиканың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін кітаптың тұсаукесерінде біздің түсіру тобымызда болып қайтты. Ертіс Баян өңіріне танымал журналист Ғалия Балтабай көптеген еңбектің авторы. Оның жаңа кітабы сонау жылдардағы отандық телевизияның тарихына арналған. Сондықтан да оны өмір шыңы деп атады. Бірегей еңбек көпшіліктің қызығушылығына ие болды. Бұл кітапты негізінен атын қоярда өмір күрес деп қояйын деп едім. Бірақ менің ұлым, ол да менің ізімді басып келе жатқан журналист, продюсер ғой. Мама, өмір бақи, күресіп өттіңіз. Бұл кітаптың тақырыбын өзгертпейсіз бе? Бір белеске, бір шыңға жеткен жоқсың ба деді. Содан осы кітаптың аты өмір шыңы деп аталды. Өңірдің зиялы қауым өкілдері журналистика жайында білгісі келетін жастарға жаңа кітапты оқуға кеңес береді. Аға буын жаңа жинақты өнегесі мол еңбектің өскелең ұрпаққа пайдалы болатынына сенімді. Ғалия Құсайынқызын ондаған жылдардан бері білемін. Жалпы мына облыстың журналистикасын дамытуға атсалысқан көрнекті қаламгерлеріміздің бірі. Мынау әсіресе облыстық радионың өркендеуіне көп үлес қосты. Осы кітабы да қазір тұсаукесер отырған кітабының ішінде де мынау жастарға үлгі өнеге боларлық өмір жолдары жазылған деген ойдамын. Өмір шыңы кітабы Ғалия Құсайынқызының бірінші еңбегі емес. Оннан астам туындының авторы болашақта әлі талай дүниелерді қағаз бетіне түсіретінін айтуда. Гүлден Төлеген, Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.